мына Яндексте попутчик деген шықты ғой, өздеріңіз білесіздер ғой, жүрген адамдарша. Сон попутчик заказ беріп алып, 2 адам болып, 3 адам болып, бала шағамен шығуды қойыңыздаршы, ағайындар. Ондай болмайды ғой десең, ой, не болды сонша, ана мына деп недовольный болып кәдімгі әңгіме айтып кетеді. Неше түрлі адамдар бар, біздің үстімізден жалып жазып жібереді да, мысалшы, рейтингін түсіріп тастайды, сонымен жүресің, какой-то копейкке, мысалы, рейтинг түссе, біз какой-то копейктерге клиенттер береді да, мысалшы, обидный нәрсе да. Ол бір-бірін түсінбейді ғой қазір адамдар. Мен мақұл 2 адам алды, не болып сонша дейді, алдына отыра салады дейді. Алдындағы отырған адам жалып жазып жібереді. Мысалы, 2 адам абаған попутчикпенен 4 адам болып келдік депші. Адамдар түсінбейсің ғой қазір, қиын ғой негізі өзі. Жоқ, попутчик деген жақсы, ыңғайлы, базар жоқ. Бірақ бір адамға ғана деп жазылу тұр ғой, сіздерде де, біздерде де. Ма айтады, осы әйтеуір жылай береді постоянно дейді. Мен жылап атқан, мен бүкіл таксистің проблемасы мен осы жеткізіп жүргенім. Бүкіл таксистің атына, мысалы, ол бір менің ғана проблемам емес қой, бүкіліне күнделік жолығатын нәрсе да, ағайындар. Сол үшін кішкене түсініспеушілікпенен цивилизованный адамбыз ғой, кәдімгі көзі ашық, көкірегі ояу елде өмір сүріп жатыр. Бір адамға ғана деген. Ол арзан болғаннан кейін бір адамға, мысалы, обычный эконом заказ беріңіз, мысалы, 200 теңге ма, сонда өліп бақ экономдап атқандарыңыз. Дұрыс жағынан түсініңіздер. Ассалаумағалейкум, әр қазақ бай болсын.